еске алумен өлең жыр оқылғанда, өртесе егер жүректі жалын ішкі, мәңгілікке аттанған жақын жанға жеткізе алмай, айта алмай сағынышты. Жақсы жанның дәріптеп жүрген көшін, өмір жолын ұрпаққа ғұрыптауға, көз алдынан өшірмей нұр бейнесін, ұлы жанды тиіспіз ұмытпауға. Адам баласының өмір жолы тағдыр тоқыған өрнек секілді. Бірі үнсіз кетсе, бірі артында мәңгі өшпес із қалдырады. Сондай жарқын жандардың бірі Есетов Асылхан Мүбәрәкұлы еді. Ол 1967 жылдың 21 тамызында Ерейментау ауданы Бестоғай ауылында дүниеге келді. Әкесі Есетов Мүбәрәк, анасы Искакова Мағриба. Әкесі мен анасы ауылда сыйлы, құрметті жандар еді. Олардың адалдығы, қарапайымдылығы мен еңбекқорлығы ауыл жұртының жадында сақталған. Сол өнегелі қасиеттер Асылханның бойына да тереңсінді. Бала кезінен ол үлкенге құрмет, кішілерге мейірім көрсетіп, қонақжайлық пен ізеттілікті бойына тартып өсті. 1984 жылы Фрунзе атындағы орта мектебін тамамдады. Сыныптастарының есінде ол ақ көңіл, мейірімді, айналасына жылылық сыйлайтын жігіт болып қалды. 1985 және 1987 жылдары Германияда әскери борышын өтеді. Бұл жылдар оның мінезін шындап, достық пен бауырмалдылықтың қадірін терең ұқтырды. Әскерден оралған соң туған Бестоғай ауылында өмір сүріп еңбек етті. Ауылдастары оны адалдығы, еңбекқорлығы және ашық жарқын мінезі үшін қатты құрметтеді. Кез келген уақытта арқа сүйер, сенім артатын азамат болды. 1989 жылы Асылхан Сматаева Меруерт Сыздыққызына үйленді. Бұл сүйіспеншілікпен сыйластыққа құрылған берекелі отбасының бастауы болды. Олардың отбасында 3 қыз дүниеге келді: Маржан, Қымбат және Айнұр. Бүгінде осы 3 қыздан 6 жиен немере өсіп келеді. Бала шағасы атасына деген құрметтің белгісі ретінде немерелерінің біріне Асылхан есімін берді. Бұл рухани сабақтастықтың айғағы. 2005 жылдың 11 шілдесінде ол кенеттен дүниеден өтті. Бұл жақындары үшін орны толмас ауыр сәт болды. Жүректе терең сағыныш қалды. Алайда оның жарқын бейнесі, мейірімі мен жақсы аты туыстарының, достарының және халықтың жүрегінде мәңгі сақталады. Асылхан Мүбәрәкұлының өмір жолы қарапайымдылықтың, кеңпейілділіктің және рухани байлықтың жарқын үлгісі. Алла тағала оған рахым етіп, жәннат нәсіп етсін. Сенен дегейде от шығар, қара жер сенен қорықпаймын, аусағанда жазда шөп шығар. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең
жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін рахмет.